Кеше сағат 9-дан 10-20 минут өткен кезде су, сенесіз ба, 10 минуттың арасында мына жерге көтеріп келді. Мына жерге көтеріп келді. Ал балам, екі балам, күйеуім бәрі жүгірген кезде киімдер тұр аны. Ашты, есікті ашты, үлкен малдардың бәрін шығардық, ал қойды шығарамадық. Сөйтіп халық келіп бәрін шығарып көмектесті. Қораны бұзды. Басқа не айтам басқа? Айтып жатырмын банағы бер. Біреу келді ма, көмектесеміз деді ма, не деп жатыр айтыңызшы? Келген кезде только пожарный келді. Пожарный келген кәдей көмектеспеді. Оған насос жоқ деді. Тура айтсаңыздаршы. Сөйтіп айтты. Көмектесеміз деп айтқан жоқ. Сіз күніңізді мал бағып көріп отырсыз ба қазір? Конечно, 25 адам мал бар осы жерде. 400 бас еді, 215 бас жоқ. 187 бас бар. Оға дейін айтайын, қазір жұрттың бәрі санады. Ал мұны айтып жатырмын, бұл қазір дәрігерлерге сұрасақ, 150 басақ бар дейді. Сонда қаған 65 басты кім төлейді сонда? 75 басты. Күмәнданасыз ғой, ақша дұрыс төленбей қалады деп сонда. Күмәнданам. Ешқандай мен күмәнім жоқ емес, күмәнім бар. Сенбейсіз ғой, демек. Сенбеймін. Сенбеймін. Өйткен себебі, мына жердегі көпірді істемеген адам бізге өзінше обязательно бай бол керекпіз ба? Бай боламыз дегеніміз осы ма? Бала шағамызды ұрлық қылсақ, қарық қылсақ, сотталады дейміз да, өзіміздің пейнетімізбен жұмыс істегеніміз осы ма? Ертең төленбейді, шындап келгенде. Төленсе мен ырзамын. Өтініш сол. Ненің кесірінен тасыды деп ойлайсыз енді бұның бәрі? Бұның бәрі ма? Табиғи ақыл. Бұны алдын алуға болатын бе? Болатын еді. Ешқандай мына жерде арықты ешқандай тазаламаған. Тазаламаған. Ол оны қоя беріңізші, сіз мына жердегі тұрған көпірді тазаламаған. Оны несін айтасыз? Істемеген екен, немесін айтасыз? Әшейін жүреді әкімді рахаттан өмір сүрген емес. Бізде сондай өмір сүрсек, бізде сондай болатын едік па? Енді бүкіл еңбегіңіз рәсуа болды ғой, ә? Конечно, рәсуа болды. Не айтасың? Айтайын сенші. Жылағың келеді, просто әшейін. Бәріміз өзіміз сияқты балаларда ақша деп бір жаққа барады, жұмысқа барады, үйінен безіп. Титтей 10 класқа қойсын, баламды болсын, бағып, өзіміздің шайпылымыз табайықшы дегеннен. Салмайшы дегеннен ақырында зам шығып отыр. Кеше не деген сұмдық жағдай болып жатыр, не деген жаңбыр әкімшіліктен бір ескерту болмады бізде, сақтық шараларын қолданыңдар дегендей. Біздер жаңағы неге звондадық пожарныйға, олардан ответ жоқ, әкімшілікке хабарластық, құтқаратын бір адам жоқ. Әркім өзіне жан керек, шығатындар шығып кетті, біздер деген қалдық. Туысқандарымыз шақырып, әйтеуір амалдап, солар көтеріп шықты. Ішінде апамыз бар 70-ке келген. Оны да жаңа көтеріп алып шықты. 60-70 адамға мына жерде ауызашар болып жатқан негізінде. Әжептәуір шығын келді. Қорққан жоқсыздар ма? Әрине қорқамыз. Неге қорқпаймыз? Анандай суды көрген соң, анандай топан су, лайқа су, лай. Адамға бірінші арам ой келеді ғой, әлде не болады? Шыға алмай қалды, менің өзімде кішкентай балам бар, үйіме жете алмаймын шынымды айтқанда. Не бияқыдан кете алмаймын. Үйде де басып жатыр ма, бала шағам ағып жатыр ма деген ой келді, енді шынымды айтсам. Адамға неше түрлі ой келеді ғой. Сұмдық жағдай енді айта алмаймын. Ешкімнің басына бермесін бұндай жағдайда. Қай жерден келді? Суды айтып жүріңізші. Су келгенде міне тұр ғой, мына жерге дейін келіп отыр ғой су. Мына жерге дейін келіп отыр. Есікті аша алмаймыз. Терезеден шығып, амалдап шықтық енді. Бірін-біріміз көтеріп, жетектеп.